Бүгін Аманат партиясының Абай облыстық сайлауалды штабының мүшелері Семейдегі Семаз кәсіпорнының жұмысшыларымен кездесті. Облыстық мәслихатқа Аманат партиясының тізіміндегі кандидаттар Риза Саңғызы Молдашева, Марат Қазақбайұлы Макишев, қалалық мәслихаттың депутаттығына кандидат Әлби Абдраимов жиналғандарды Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасымен таныстырып, сұрақтарға жауап берді. Абай жастар бағдарламасы бойынша пәтер алу мүмкіндіктері, жер телімін алу сияқты мәселелер төңірегіндегі сауалдар болды. Аманат партиясының мүшелері кездесуден кейін кәсіпорын жұмысымен де танысып шықты. Семейдегі Семаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміздегі автоқұрастырумен айналысатын кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорын бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында бәсекеге қабілетті автомобильдер шығарып, өз елімізде ғана емес, жақын шетелдердің бір бөлігінің қажеттіліктерін қамтамасыз етіп отыр. Семаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстанда ауыл шаруашылығы және жүк техникасын өндіреді. Зауыт серіктестер арасында әлемдік жетекші концерндер Минск трактор зауыты, Урал АЗ, Газ, Шанхай және Фотон компаниялары бар. Семей қаласындағы Семаз жауапкершілік шектеулі серіктестігінде Беларусь маркалы 9 модификациялы тракторлары, Шахман жүк автомобильдері, әртүрлі модификациядағы Урал өтімділігі жоғары жүк автомобильдері, Фотон жүк автомобильдері шығарылады. Кәсіпорын көптеген республикалық байқаулар мен көрмелердің лауреаты болып табылады. Барлық сапа стандарттарына сәйкес келетін жоғары сапалы өнім шығарған үшін көптеген мақтау қағаздарымен, дипломдармен және медальдармен марапатталған. 2010 жылы Семаз жауапкершілік шектеулі серіктестігі Қазақстанның автомобиль және машина жасау өнеркәсібін дамытқаны үшін алтын белгімен марапатталды. Семаз является автосборочным заводом на территории Казахстана. Он является одним из ведущих компаний по производству коммерческой сельскохозяйственной техники. На сегодняшний момент на заводе работает 376 человек. В одну смену работаем. Наши работники нашего завода полностью обеспечены всем социальным пакетом. Amanat bize yamanat, anamның қалған ақ жалбығары, amanat bize yamanat. Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Тәжібайұлының қатысуымен 2022 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылау бойынша брифинг өтті. 2022 жылға атқарылған жұмыстардың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімдерінің өсу көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 66%-ға өскен. Ауданда ауыл шаруашылығы маңызды істердің бірі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өсу көлемі 108%-ды құраған. Өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығы екі саладан тұрады. Біріншісі өсімдік шаруашылығы, екіншісі мал шаруашылығы. Сол 36 миллиардтың 12-13 миллиард өсімдік шаруашылығынан түсіп отыр. Мал шаруашылығынан 24 миллиард түсіп отыр. Биылғы жылға біз өрнек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 6 жаңбырлап суаратын машина қоямын деп жатырмыз. Осы сонда жалпы аудан бойынша 3,5 гектар жер жаңбырлап суаратын болады. Ауданда шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету үшін барлық жағдай қарастырылған. Балаларға лагерь, колледж салу жоспарланған. Ұлттық спорт түрлерін жаңғырту үшін ұлттық спорт ойындары мектеп ашылған. Ауылда медициналық пункт ашу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Құрылыс жұмыстары жақында басталмақшы. Көкпекті ауданының 2023-2024 жылдарға басты жоспары ауданда балық, сүт зауыттарын ашу, барлық ауылдардан балабақша ашу және де ауылға жастарды тарту мақсатында ауылды көркейту, қазіргі заманға сай орындар ашу, қызығушылықты арттыру басты жоспарда екенін мәлімдеді аудан әкімі.